Балалар, бүгін біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қазақтың дастарханы. Сабағымыздың мақсаты үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану. Біздің грамматикалық сабағымыздың тақырыбы мақсат үстеуі. Мақсат үстеуі қимыл іс-әрекеттің болу мақсатын білдіріп, не мақсатпен деген сұраққа жауап береді. Тілімізде мақсат үстеулері онша көп емес. Олар әдейі, жорта, қасақана, әдейі және тағы да басқалары. Ең алдымен оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші жаттығу мәтінді мұқият тыңдап, стильдік ерекшеліктеріне мән беріңіздер. Дәм таттыру. Қазақтар асты дәм деп атайды. Халық арасында біреуді еске алғанда дәмдес болып едік, үйінен дәм татып едік деп ренжігенде, өкпелегенде дәм тұзым атсын, дәм тұзыма салдым дейді. Бұл сөздердің ұлт тұрмысы мен өмір жолында, таным түсінігінде, наным сенімінде өзіндік дара орны бар. Өйткені әр қазақ өздерінің жақын жуығы мен ірік жекжаттарына ғана емес, ел сыйлаған белгілі құрметті азаматтарға, қадірлі ақсақалдарға, ата-әжелерге өз үйінің арнайы дәм татқызуды үлкен мұрат, адамдық парыз деп санаған. Және ол жолдан күні бүгінге дейін тайған жоқ. Тек таныстар емес, кез келген жолаушыға, бейтаныс кісіге де дәм татқызбай жібермеген. Себебі ұлт ұғымында дәмде, аста, тамақта кие, қадір-қасиет, ырыс-береке, тірлік бар деген терең түсінік тың ертеден қалыптасқан. Дәм таттырудың қоғамдық, әлеуметтік, елдік істерде қызметі өте зор болған. Ең алдымен әдейі шақырып, дастарханын дәм татқызу ата салт, қазақи тәртіп әрі жол жоралғы әдеп. Екіншіден, ол сыйлаудың, аса құрметтеудің, жақсы көңілдің айғағы. Үшіншіден, қай жерде де, қандай күнде де сыйласын, қорған, қамқор, тілектес бола жүрудің кілті. Дәмдес болған адамдар бір-біріне ел дәстүрі бойынша қиянат жасамайды. Жоғалғанын іздеседі, табысына қуанады. Өте жақсы балалар тыңдап шықтық. Олай болса, осы оқылым тыңдалым мәтіні бойынша тапсырма орынға берсек, топтық жұмыс балалар. Алдыңа біз үш топқа бөліндік. Бірінші топтың басшысы бізде Томирис, екінші топтың басшысы бізде Шыңғыс, үшінші топтың басшысы Еңлік. Келіп, мына тапсырмаларды ала алыңыздар. Бірінші топ тапсырманы оқыңыз. Мәтінді оқып шығып, құрамында сөйлері бар сөйлемдерді көшіріп, мағыналық түрлерін анықтаңдар. Синонимдік қатарын тауып жазыңдар. Тапсырма дескрипторы мәтінде құрамында үстеулері бар сөйлемдерді көшіріп жазады, үстеулердің мағыналық түрлеріне қарай ажыратады және синонимдік қатарларын анықтайды. Тапсырма түсінікті ме? Екінші тапсырма. Сөз жұмбақты дұрыс шешіңдер. Сөз жұмбақтағы негізгі жасырылған сөзді анықтап, сол сөзге анықтама беріңдер. Өте жақсы. Тапсырма дескрипторы сөз жұмбақты дұрыс шешеді және жасырылған сөзге анықтама береді. Үшінші топ. Үшінші тапсырма берілген үстемдерді мағыналық түрлеріне қарай сәйкестендіріңдер. Тапсырма дескрипторы үстемдерді мағыналық түрлеріне қарай дұрыс сәйкестендіріп жазыңыз. Ал тапсырманы орындауға балалар сіздерге 2 минут уақыт беремін.
қолдаймын екен балалар. Тезірек. Ал бірінші топ шалыңыздар ортаға. Тамаққа бөлінген арнайы дәрі қызуы бүгінге дейінгі ұмытылған жоқ. Тамақта кие қадір қасиет, ырыс береке, тірлік бар деген терең түсінік тым ертеден-ақ қалыптасқан. Әдейі шағыр дастарханнан дәм тартқызу ата салт, қазақи тәртіп әрі әдеп. Күні бүгінге синонимі осы уақытқа дейін, қазірге дейін. Мезгіл істеу ертеден ақ, синонимі бұрыннан, ежелден-ақ, баяғыдан. Мақсат істеу әдейі, синонимі біле тұра, жұртта әдейлеп. Бала дұрыс па? Дұрыс болса, барлығымыз бас бармақ әдісі арқылы бағалап жүрейік, қана. Бас бармағымызды көрсетеміз. Мен де бас бармақ әдісі арқылы сіздерге өте жақсы деп сіздерді бағалаймын. Жақсы, бірінші топ отыра қойыңыздар. Екінші топты. Ортаға шалыңдар. Екінші топ. Екінші топ. Екінші топ. Магниттер жақтыра салады. Тезірек. Екі магниттер ұстайды. Шыңғыс. Бірінші сұрақ, ер балаға арнап жасалатын той, сүндеті. Жаңа туған балаға арнап берілетін той, мәсіре. Сырттағы адамға арнап сақталатын дәм, сарқыт. Біреудің өтініші тапсыруға берген заттар, аманат. Қуанышты хабарды жеткізуші адамның сөзі, сүйінші. Көші қолмен байланысты дәмге шақыру дәстүрі, ерулік. Жақсы. Сіздерде қандай сөз шықты? Дәстүр. Ал дәстүр сөз не? Сөз жұмбақтың шешуі дәстүр. Дәстүр атадан балаға қалған және жалғасып келе жатқан әдеби мұра. Өте жақсы балалар. Қалай бағалаймыз? Балалар бас бармақты көрсетіп, бағалап жіберейік, кәне. Өте жақсы. Өте жақсы. Мен де өте жақсы деп бағалаймын және бас бармағымды қоямын. Өте жақсы. Екінші топтан тез жабыстық қыздар. Үшінші топ. Үшінші топ еңбекті көмекті шерейік. Бала сөзді анықтама. Ал еңлік бірінші тапсырманы өтуді. Мектеп істеуі, жоғары төмен. Мақсат істеу, әдейі, жорта, қасақана. Мөлшер істеуі, білен сарай біраз қыруар. Өте жақсы балалар. Дұрыс па? Кәнекей, бас бармақ әдісі арқылы бағалап жіберейік. Өте тамаша. Үшінші топты да мен өте жақсы деп бас бармағымды қоямын. Жақсы, отыра қойыңыздар.